Бердібек Соқпақбаев, компас. Қанаттың папасы бір рет ауданға барғанда, оған сыйлыққа компас әкеп берді. Үлкендігі қалта сағаттай, жып-жылтыр қара құтылы әдемі компас. Тілінің қара бояулы үшін қалай айналдырып жіберсең де, қалтырай теңселіп барып, солтүстікті нұсқап тұра қалады. Дегеннен жазбайтын бір беткей бала тәрізді. Қанат қуанып кетті. Рас па, өтірік пе дегендей әр жерін түртпектеп айналдырып қарап тұр. Мұндай компас бұл ауылдың балалардың ешқайсында да жоқ. Тек мектепте ғана бар. Ал онда мұғалім сөйтіп қолыңа беріп қоя ма? Жоқ. Қанат өзін өзгелерден асып кеткендей сезінді. Жүгіріп көшеге шықты. Ойнап жүрген балаларға келді. Бодан, қарашы, мен компасым бар. Балалардың назары Қанатқа ауды. Бәрі ойындарын қойып, оны қоршап алды. Қане, бері тұршы, деп қай-қайсы да ұстап көруге құштар боп қолдарын созды. Бірақ Қанат оларға компасын бірден бере қоймады. Сен кеше бәкімді беріп бедің? Деп Теміржанның қолын қағып жіберді де, бетін басқаларға бұрды. Міне, қараңдаршы, қалай айналдырып жіберсең де солтүстікке көздеп тұра қалады. Ал жай уақытта мынасын бүйтіп басып қойсаң, тоқтап қалады. Біреудің көрсеткені өзің ұстап көргенде қайдан болсын. Балалардың ындазары қоза түсті. Бере тұршы дейм. Қанат компасты әуелі өзінің тәуір деген жолдасы Боданға берді. Бодан мұндай дәрежеге ие болғанға мәртебесі өсіп, әрі компасқа сұқтана қарап тұр. Тағы 2-3 балаға көрсеткеннен кейін, жетеденді, бұзасыңдар, деп Қанат компасын жетесінің төс қалтасына салып қойды. Балалар шомылуға өзенге қарай келе жатыр. Бодан Қанатты иектеп келеді. Қанат, компасыңа не сұрайсың? Жоқ, сатпаймын, деп Қанат Боданды одан әрмен қызықтыра түспек болғандай, компасын қайтадан қолына алды. Мен саған күн тартқышымды берейін. Оны не қылам? Әне күн сұрап едің ғой? Сонда бермей қойғансың, енді керегі жоқ, деп кергіді Қанат. Бодан осы арада өкініштен өз тілін өз тістегендей болды. Егер сонда күн тартқышын Қанатқа бере салса, қазір оның компасын қыңқ еткізбей алатын сияқты. Бұл жаздың қоңыржай жайлы күндерінің бірі еді. Аспанды майда түтілген жібек жүндей үлбіреп, торқа бұлт шымылдықтаған. Күннің қапырық жалын сол сүзіп алып қап, жерге жанға жайлы майда шуағын ғана себелеп тұрғандай. Балалар шомылып болып киініп жатыр. Қанат жейдесін киіп жатқанда оның төс қалтасынан сусып компасы түсіп қалды. Оны ол сезбеді. Бұны Боданнан өзге ешкім байқамаған еді. Шомылып, сергіп алған балалар тоғайға бүлдірген теруге бармақшы болды. Мен бармаймын, аяғыма шөңге кіріп кетеді, деді Бодан. Оны ешкім қыстамады. Бодан самарқау басып, қыстаққа қарай келе жатыр. Ұры көзбен артына әлсін-әлсін бұрылып қарап қояды. Балалардың қарасы тоғайға батып, көрінбей кеткенде ол кілт тоқтады. Тағы біраз тосып тұрды да, содан соң кейін қарай тұра жүгірді. Әлгінде өздері суға шомылған жерге жүгіріп келіп, шөптің арасында көрінер-көрінбес болып жылтырап жатқан компасты қарбаласа іліп алды да шалбарының қалтасына сүңгітіп жіберді. Бодан жетісіп келе жатыр. Қолында компас. Әлгінде оны ұстап көру дәрежесі болса, енді өз билігінде. Бәлем, Қанат, сат дегенде сатпай қойып едің, енді қайтер екенсің? Бір кезде Бодан көкірегінен біреу түйіп қалғандай оқыс тоқтады. Жүзіндегі қуаныш сәулесін лезде ұнамсыз ой көлеңкесі басып барады. Не істеймін бұл компасты? Ешкімге көрсете алмаймын. Біліп қояды, ұратанам. Әкесінің қатал мінезде Боданның көз алдына келе қалды. Балам, адал бол, біреудің ала жібін аттама, деп ертелі-кеш таптап отыратыны қайда? Ұлының мына қылығын біле қалса, ол аспанды тастап жіберуден тайынбайтын адам. Боданның маңдайына шып етіп суық тер шыға келді. Енді қайттым. Неге алдым?
түсіп қалған заматта өзіне неге айтпадым? Әлде жан адамға көрсетпей тығып ұстап жүрсем бе екен, а? Онда бірақ бұның еш қызығы бола ма? Осындай сапырылысқан мазасыз ой үстінде Бодан қолындағы компасты аудара төңкере қарап бір қауым тұрды. Сау басына сақина тілеп алып, енді содан құтылатын жол іздеуде. Ұры деген жексұрын бір сөз ызыңдап құлағынан кетер емес. Жоқ, мен ұры емеспін, әдейі ұрлап алған жоқпын, түсіп қалған жерінен тауып алдым, деп ол өз-өзіне ақтамақ болды. Бірақ та бұл сөздің жалған екенін іш сезеді, жеркенеді. Қолындағы компас Бодан үшін енді жабысқақ бәлеге айналды. Одан қалай еткенде құтылып тынбай жаны жай табар болмады. Бодан су бойымен жағалап келе жатыр. Тынышынан осыны суға лақтырып жібермеймін бе? Кім біліп жатыр? Осы ойы қаншалық тапқырлық боп көрінгенмен, Бодан компасты бетіп жоқ етіп жіберуге қимады. Енді не істеу керек? Тауып алдым деп қанаттың өзіне қайырып берсеші. Бірақ ол бұған сенеді деймісің? Бағана осыны сатшы деп Боданның қадала сұрағаны бар ғой. Қу, қызығып ұрлап алдың. Сіңіре алмайтын болғасын енді өзіме беріп отырсыңдер. Бодан үйге келді. Сен немене? Бірден істеп келген сияқтысың ғой деп, үйдегілердің бәрі оған сезіктеніп қарайтын тәрізді. Неге көңілсізсің? Бір жерің ауыра ма деп сұрады анасы. Ішім ауырады деп Бодан өтірік айта салды. Неге ауырады? Қалай ауырады? Қай жері? Бірдеңе жеп пе едің? Не ішіп едің өз? деп қамқорана бәйек болып жатыр. Білмеймін. Жай мынарасы ақырын ауырады. Енді басылды. Боданның әкесі бұл кезде үйде жоқ еді, жұмысында болатын. 6 жасар қарындасы Мәкетай Боданға еркелеп келді. Аға, қайда бардың? Тоғайға бардым. Маған бүлдірген әкелдің бе? Бүлдіргенге барғам жоқ, жай шомылуға бардым. Алдайсың, қалтаңды көрсетші, әне бірдеңе томпаяды ғой. Боданның жүрегі су өтіп, бойы одан бетер мұздап кетті. Шиқанына тигенде шошып, ештеңе де жоқ, деп Мәкетайды бойына жолатқысы келмеді. Сығыр алғыр ерке қыз бұған көнер емес. Әне, көрсетші, деп компас жатқан қалтаны нұсқайды. Бүлдіргенді кісі қалтасына салам екен, деп Бодан ашу шақырғандай түр көрсетті. Енді анау не? Бұл асық. Асық емей-ақ дөңгелек бірдеңе ғой. Мәкетай мына сөзімен Боданның құпиясын әшкерлеп қойған тәрізді. Жоғал әрі, деп Бодан оның қолын тұрпайы қағып жіберді де сыртқа зытып отырды. Ел көзінен аулақтап, Бодан тағы да су бойына келді. Не істеу керек бұл компасты? Қара торғайдың анау жардағы ұяларының біріне тығып қойсам бекен. Онда не болады? Немесе әлгінде өзіме шомылған жерге қайтадан апарып тастасам бекен. Қанат мүмкін іздеп келіп өзі тауып алар. Осы кезде Бодан тоғайдан шыбап шығып келе жатқан балаларды көрді. Қолдарында теріп алған бүлдіргендері бар тәрізді. Әлденеге асыққандай ентелей басып келеді. Боданның жүрегі аттай тулап кетті. Балалар оның арамды қылығын біліп қойып, өзара сопы сөз етісіп келе жатқан секілденді. Енді қайттым. Не істесем? Суға лақтырып жіберіп, құтылу керек. Бұдан басқа ешбір жол қалмаған тәрізді. Лақтыр. Жұтып алып, зым-зия жоқ етейін. Күйзеліп тұрған жаныңды сөйтіп жай тапқызайын дегендей, өзен суы шымыр-шымыр толқындап, сылқ-сылқ үн қатады. Шалп етіп жағаға соғылып, бол, тез, деп асықтырғандай болады. Бүлдіргеннен қайтқан балалар жақындап қалды. Ең алда Қанат келе жатыр. Қасындағы балаға әлденен дамылсыз сөйлеп әбігерленіп келеді. Бодан қолындағы компасты суға қарай лақтырып кеп жіберді. Әдемі компас күнге шағылысып барып, шолп етті де жоқ болды. Бітті. Бодан онымен қоса жүрегін де лақтырып жібергендей аса бір ауыр халде
мәңгіріп тұрып қалды. Әңгімедегі Боданның ісі оны ішкі күйзеліске алып келеді. Болмашы затқа қызығушылығы досына сатқындық жасауға итермеледі. Түсіп қалған компасы жасырып иеленбекші болды. Сол үшін анасын өтірік алдап, қарындасына қатыгездік танытты. Достарының алдында жалған сөйлеп, өз кінәсін мойындамау үшін компасты суға лақтырды. Міне балалар, Боданның жаман бір ісі өзіне кесірін тигізді. Қалай ойлайсыңдар? Боданның қателігі неде? Оның залалы қандай?